Сөз ұсынысы келгенде айта кетуге тура келді. 1983 жылы шілде айында мен Алматы қаласына жұмыс бабымен барып, Қазақстан қонақ үйінде орналастым. Жексенбі күні көк базарға барып қымыз ішкім келді де, сағат 10 шамасында солай қарай кеттім. Ол кезде базардың ішіндегі 2 қабат шағын сауда дүкенінің үстіңгі қабаты қымызхана еді. Көптен қалыптасқан тәртіп болса керек, әркім өздерінің үйінен алып келген жарты литрлік банкісін бір кружка мөлшерінде қолына ұстап, кезекке тұрады да, толтырып алған соң екі жақ бұрышқа қойылған столға барып, жайғасып, асықпай қымыздарын ішіп, әңгіме дүкен құрып отыра берді. Орын жетпегендіктен қымызхананы айнала қоршап жасаған балконға сүйініп тұрып, жеке тұрып немесе екеу-үшеу болып топтасып ішіп жатады. Менің қолымда ыдысым жоқтығын көрген қымызшы әйел өзінің жарты литрлік банкісін беріп, қайтқаныңызша ешкімге бермей пайдалана тұрыңыз, деді. Қымыз тола ыдысты қолыма алып отыратын бос орын іздей бастап едім, шеттеу жерде балконға сүйеніп тұрған қарт кісі маған қарай: "Жігітім, бері кел, менің қасымда тұра бер", деді. Мен барып, ол кісімен сәлемдесіп алған соң, балконға сүйеніп, қатар тұрып, қымызымызды іше бастағанда, қария кісі: "Мен сені бұрын бір жерде көрмеген едім. Танысып қояйық. Аты жөніңді, қайдан келгеніңді айт. Менің фамилиям Айманов. Кезінде Қазақстанның халық ағарту министрі болып қызмет істегенмін. Қазір одақ дәрежесіндегі зейнеткермін. Өзім семейлікпін", деді. Мен де Шымкенттен келгенімді айтып, өзімді таныстырдым. Қария сөзін жалғастырып: "Соңғы жылдары жас кезінде осы базарға келіп қымыз ішетін әдетке айналдырып алдым. Өзім сонау көрме жақта тұрамын. Сағат 10 шамасында үйден шығып троллейбусқа мініп, асықпай 11 шамасында базарға жетемін. Осы кезде мен Шеңгелді ауылынан осы әйел қымыз әкеледі. Қымызы өзгелердікіне қарағанда жақсы. Шеңгелдінің қымызын Алматыда обкомның бірінші хатшысы болып тұрған кезінде Асанбай Асқаров үнемі алдырып ішіп тұратын еді" дейтін әңгіме бар. 20-шы жылдардың бас кезінде Семейдегі біз оқитын мектепте Мұхтар Әуезов пен Әлкей Марғұлан сабақ берген. Содан бері қарай ол кісілерді танимын. Алматыға ауысқанда олармен тығыз қатынаста болдым деген қызықты әңгімелерін бастай бергенде, базардың осы қымызханасы қарсы орналасқан ет сататын жайма жағындағы есіктен Қазақстан Коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаев қасына ерген 3 адаммен базарға кіріп келді де, ет сатып жатқан адамдарға барып сәлемдесіп, әңгімелесіп тұрды. Сол жердегі ет сатушылар мен алушылардың барлығы бір сәт жұмыстарын тоқтатып қойып, Дінмұхамед Қонаев жаққа қарап қалды. Димекең одан кейін көкөніс сатылып жатқан жаймаларға барып, ондағы сатушылармен де сөйлесті. Осылайша көк базар ішіндегі жаймалардың барлығын асықпай аралап келіп, біз тұрған қымызханаға да жақындады. Біз ол кісіні жоғары қабаттан анық көріп тұрдық. Қымызхананың астындағы сауда орнына тоқтамай жай ғана қарап өтті де, оның жанында орналасқан жаймаларда өрік, мейіз, жаңғақ, жер жаңғақ тағы басқа құрғатылған жемістерді сатып тұрған өзбектерге барып, сондағы бір мосқалдау кісіге қол алысып сәлемдесті. Біздер қымыз ішіп тұрған адамдар, құлаққа ұрған танадай дегендей тым-тырыс тына қалып, Димекең не айтар екен деп құлағымызды түріп тұрдық. Димекең әлгі өзбек кісіден: "Қайдан келдіңдер? Қалай жайғастыңдар? Базар басшылары тарапынан қысым болып жатқан жоқ па? Саудаларың қалай жүріп жатыр?" деп сұрады. Бір жағдайды айтқысы келді ме, қайдам, сол жерге жақын тұрған базаркомның кеңесіне қасындағы 3 адамның біреуін жіберіп еді, есік жабық екен. Ол кісі ешкімді кездестіре алмай қайтып келді. Содан кейін Қонаев өзбек сатушылармен қоштасып, сол жердегі дарбазадан сыртқа қарап шығып кетті. Біз барлығымыз ол кісінің базарды жай барақат аралап, ондағы қарапайым халықпен етене сөйлесіп, жағдайларын көзмен көріп жүруіне бір жағынан таң қалып, екінші жағынан ерекше риза болып пікір алмасып тұрдық.
Мен қолымдағы қымызды ішіп болған соң қасымдағы ақсақалмен қоштасып төмен түстім де Қонаев қол алысқан өзбек кісісіне барып сәлемдесіп қолымды созып едім. Мен бұл қолымды бөтен ешкімге ұстатпаймын, тек үйге барған соң балама ғана ұстатамын деп қолын ұсынбай қойды. Мен күліп, не себептен десем, сіздердің патшаларыңыз Қонаев әулие адам ғой. Қарапайымдылығын қарасаңызшы. Осындағы сауда жасап жатқан базаршыларды, олардың жағдайын және базардағы өнімдердің сатылып жатқан бағасын, алушылардың көңіл күйін өз көзімен көріп білу үшін жексенбі күнгі демалысына қарамай, арнайы келіп, халықпен кездесіп, етене сөйлесуі не деген керемет. Нағыз қарапайым, халық үшін туған адам екен ғой. Қасына қызыл жағалылардың бірде-бірін ертпегенін қараңыз. Алла ол кісіге ұзақ өмір, зор денсаулық берсін. Біз өзбекстандықтар ол кісіні көзімізбен көріп, қол алысып сәлемдескенімізге өте құрсан болдық. Түс көргенде халде тұрмыз. Біздер Әндіжаннан келдік. Елге барғанда бұл жағдайды жыр қылып айтып жүреміз. Мен өле-өлгенімше ол кісіге арнап дұға оқып өтемін, деді. Авторы Зайыр Сәдібекұлы Қаржани, ұрпақтар ұғымына атты кітабынан үзінді. Арнам ұнаса тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.